Пайтақтымыз Нүкіс қаласында Hillstage Hackathon сынақ басқышы старт алды. Дәстепкі репортажымыз әйне сорынан таярланған. Ілажға Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің комитет бастығы Мұрат Атамұратов қатынасы қам шығып сөйлеп, барлық қатынасушыларға аумет тіледі. Айтып өтуіміз керек, бұл Ілаж мемлекеттегі ұлыма милли жасалма интеллект Hackathon жойбарының бірінші басқышы есапланады. Ал Hackathon жойбары 2025 жыл октябрьден 2026 жыл декабрьге шейін басқыш әмелге асырылады һәм онда 5000-нан астам қатынасушы қатынасып, денсаулықты сақлау, білімлендіру, суд системасы, су қожалығы һәм іс-білермелік бағдарлары бойынша инновациялық шешімдер ісілеп шығуы күтілмекте. Бұда біздер алдымызға медицина бойынша машқала қойылды. Медицина бойынша проект істестеді қоя. Енді қазір біздер командамен бөлістік. Регистрация вақытында өз командамызбен бөлісіп келдік. Медицина бойынша бір проект қазір қоясын ойлап отырмыз. Қазір біздерге тек бұл жарыс емес, Hackathon, біздерге әртүрлі тренингларым болып жатыр. Күшлі менторлар келіп, өзінің стартап бойынша біздерге мағлұматларын беріп жатыр. Сол арқылы біздер қайтып идея ойлау, қайтып сметасын шығару, қайтып инвестор жалп ету хақында түсініктер алдық. Әйні осы Ілажға жастар істері агентлігі Қарақалпақстан Республикасы басқармасы волонтер жастарды белсене қатынасып, халықтың саламатлығын бекемдеу бойынша үгіт-насихат жұмыстарын алып баруға өз үлестерін қоспақта. Пайтақтымыз Нүкіс қаласында өткеріліп отырған Hillstage Hackathonның тек арғы мақсаты медицина тарауында саны трансформация процестерін жеделдестіру болып табылады. Сонда айрықша тілге алуымыз керек, жойбар мемлекетіміздің медицина жәмиетшілігі һәм IT қанегелерін бір майданға топлап, салы денсаулықты сақлау бағдарында жаңа шешімдер жарату үшін нәтижелі милли платформа қалыптастыруды назерде тұтады. Ілаж IT һәм медициналық жоғары оқу орындарының студенттері, жас шпакерлер, IT қанегелері һәм медицина мекемелерінің уәкілдерінің қатынасуында давам етпекте.